Абылай ханның жүзігін алатын болсам, оны жаңағы тендерге түседі. Нет такого закона, пока говорит и показывает. Басшы болған қалай екен? Ой. Триптихтің тағдыры не болады? Әлбектің қойған спектакльдерінен саясат іздегісі келеді. Екі театрдағы спектакльдердің деңгейі екі түрлі болды. Төмендеу болып қалды ғой бізге. Солай деуге де болады. Арма құрметті көрермен, бұл персона арт бағдарламасы. Бүгін біз актер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қалекей театрының көркемдік жетекшісі Қуандық Қыстықбаев мырзамен сұхбаттасуға келдік. Қош келдік дейміз. Қош көрдік. Өзіңіз айтып жатырсыз, парламенттен келе жатырмын, театр туралы заң шығарайын деп жатыр деп, шет жағасын айтып өтсеңіз. Кино туралы заңның да қабылданған осы бір жылдың көлемі болды. Енді театр туралы мүлде заң жоқ деуге болмайды. Бірақ әйтеуір бір нұсқалар бар. Соған қарап сүйеніп істеп келе жатқан жайымыз бар ғой. Жалпы Қазақстандағы театрларға көтерілетін проблемалар бар. Сын көтермейтін жағдайлар бар. Соның бәрін құлағдадырғаннан кейін Мақпал Мазаққызы осында түбегейлі қолына алыпты. Тек қана театр емес, жалпы өнер адамдары. Қандай негізгі мәселелер шешілейін деп тұр? Негізгі мәселе ең бастысы ол алып келген кезде жалақы. Актерлардың және осы сахна сыртындағы мамандардың жалақылары ең төмен. Айтуға тұрмайды. Театрлардың статустары. Ұлттық театр, республикалық, академиялық, қалалық, облыстық және халық театрлары деген сияқты. Сол театрлардың енді ұлттық театр әрине жаңа жалақы қозғалғаннан кейін оның статусына байланысты. Мысалы ұлттық театр былтыр ғана өз театры алды. Биылдан бастап жалақылары өсті. 300-350-ден төмен емес алып жатыр мысалы. Ал енді біз академиялық театрмыз. Ол заңдастырылмаған екен. Және мына мемлекеттік сатып алу деген бар. Соны біздің театрдан алып тастаса деген ұсыныс жасадық. Өйткені ойлаңыз, белгілі бір мысалы қолында тағатын Абылай ханның жүзігін алатын болсам, оны жаңағы тендерге түседі. Оны бір басқа облыстағы басқа бір ауданның бір мекеме ұтып алуы мүмкін. Театрға қатысы жоқ. Театрға қатысы жоқ. Ол о жақтан келгенше премьер өтіп кетеді. Және ол қандай болып келеді. Сондықтан көбіне көп сол премьераға өндіріске кесір тиетін болғандықтан ол да қозғалды. Театрларды ұлттық академиялық мемлекеттік деп бөлуіне қарай айлық тағайындалады деп тұрсыз ғой. Жалпы мен өңірлерде де белді, еңбегі сіңген әртістер бар деп санаймын. Неге басқа саланың мамандары сияқты, мәселен мұғалім, дәрігер сияқты, олардың тәжірибесіне, алған марапатына, әр премьерасына мүмкін солай қосып отырмасқа? Әрине, қосылады. Алған атағына еңбек сіңірген қайраткер алса, онда да бір 5000 теңгенің көлемі, сондай ғана қосылады айлыққа ғана. Ал ойнаған премьераға қосылмайды. Ол тек қана жалақы. Сен айына 10 рөл ойна, айына 1 рөл ойна, айына мүмкін мүлде ойнама, бәрі бірдей алады. Біз оны өз театрымызда 2 жыл болып қалды. Театр болып көшкеннен кейін осы жаңа ғимаратқа біздің жаңағы штаттық санымыз да көп болды. Оны толық алмағаннан кейін ішкі үнем болды ғой. Сол үнемді біздің қызметкерлерге кім қалай істеді, премьера сайын жұмыс істегеніне байланысты теңшеу болмасын деп солай өзіміз бөліп бердік. Бірақ бәрібір де жалақыдан жалақыға әрең жетеді актерларымыз жалақысы. Мүлде сын көтермейді. Басқа қызметкерлерді тіпті 60 мың, 70 мың алады. Соның бәрі іске асып, оны министрлікке ұсынады. Ол ар жағында жаңағы қаржы министрлігі бар, олар бекітеді. Оның бәрі үлкен жұмыс. Ол қазір міне айттық, шешіле қояды екен деген шүйінші хабар емес, дегенмен де процесс жүріп жатыр. Сен қозғалды дейсіз. Сен қозғалып жүріп жатыр. Көркемдік жетекшілікке келгеніңізге де біраз болды ғой? Тура 2 жыл болды. Тура 2 жыл. Нені түсінуге немесе түсіндіруге тура келді осы 2 жылда? Өзіміздің міндетімізді білмейді екенбіз, заңды білмейді екенбіз.
өз өзімізді қорғай алмайды екенбіз. Өнерден тыс. Соны түсінуге және түсіндіруге тура келді. Сосын кімнің қандай қабілеті бар екенін, кімнің қандай деңгейде екенін түсіндіруге тура келді. Сол жалақысы дұрыс болса, әрине жан-жақтан жақсы режиссерлармен жұмыс істесек деген ниет. Біртіндеп істеп те жатырмыз. Басшы болған қалай екен? Ой. Кезінде осыдан 10 жыл бұрын жастар театрын басқарып жүрген Ғани Құлжанов ағамыз айтып еді, қуандық директорлықты ұсынса барма деп. Ол кезде 30 маңайындамыз. Қойыңшы Ғаниға, оны күн ұсынытты бізге. Келеді, көресің, ұсынады. Баратын жер емес, керегі жоқ деп сөйткен болатын. Бірақ міне келді. Сонда актерлықтың өсудің тоқтауына ықпал ететін болып тұр ғой, Директорлық солай болатын шығар. Өйткені ол бүкіл қаржыға жауап береді, қағаз басты болып кетесің. Кабинетте отыру керек, келім-кетін адам көп, театрдың ішкі сыртқы мәселесі бар, ғимарат бар деген сияқты. Шаруашылық ол. Енді көркемдік жетекшілік маған аса актерлығыма кедергі жасап жатқан жоқ, бірақ бәрібір де бір белгілі бір рөл алған кезде кедергі болады екен. Ағымдар репертуардағы спектакльдерін қойылып қойған, оған кедергісі келмейді. Жүре бересің. Жаңа спектакль алған кезде, сол кезде толықтай осы жерде берілуің керексің. Негізі әркім өз жұмысын істеу керек қой. Құдай ақы, міне қазір істеңізші ары қарай, мені босатыңызшы, мен өз ісімді істеймін дейді. Сондай шақта жүрмін, шыны керек. Музыка басталып, как положено, қалай? Көшке. Второй круг как начинается. Второй круг как начинается. Сіздің 6 миллион теңгелік киноның гонорарынан бас тартып, триптихта ойнауға келіскеніңіз рас па? Иә, оған дейін 2 спектакльде сұранып кетіп қалған. Бірінші біздің жұмыс әрине театр ғой. Иә. Театрды алға қоямыз. Кейбір әріптестерім, Әсел Мұздыбай сияқты әріптестерім бетіме басып жүрді. Сіз кетіп қалдыңыз ғой, бірінші театр деп киноға кетіп қалдыңыз ғой. Зере спектакль қойылған кезде мен Құнанбай рөлін берген, Нұрғанат аға Жақпаев қойған кезде. Ол тура экспоның кезінде театр жұмыс істеу керек болды, жаз айында. Мен ойладым, енді жаз айында спектакль алынбайтын шығар деп киноға уәде беріп қойғам ғой. Сөйтсем спектакль алынды да бірінші жан жаққа уәде беріп қойғам. Амал жоқ, басты рөл Эмир Байғазиннің «Өзен» деген фильммен қатар келіп қалды. Ол өлді. Бірақ оны істеген сен емессің ғой. Өзенге сырыңды айтсаң, тілегің орындалады. Сөйтіп, жалынып, орныма сырымды тастап кетуге мәжбүр болдым. Оған барып түсіп бердім. Екеуі бірге келіп қалды екен. Ал енді мына триптих болатын кезде, жаңағы, ол кезде керісінше бізде бірінші осы театрдағы мәселе алдын ала жоспарланып қойған, 22-23 премьера болады деп. Тура сол кезге келіп, жаңағы Рашид Сүлейменов бауырымыз келіп, осындай бір кино бар. Сізді ғана таңдап отырмыз. Түсе қалсаңыз дейді. Мен де міне кестем. Сол айналасы бір 4-5 күнге шыдай алмады, өйткені оларда уақыт тежеп тұрды. Ақшаны игеріп үлгеру керек, түсіріп үлгеру керек жылдың аяғына дейін. Сонымен бас тартуға тура келді. Триптихтың тағдыры не болады? Триптихтың тағдыры сол жергілікті басшыларға байланысты. Солар қашан қояды, сонда барып жинала қаламыз да. Алматыдан, Шымкенттен келді ғой актерлар. Ойнаймыз. Оған дейінгі қойған Фаризада Бөртеде солай жүріп жатыр ғой. Бірақ енді осы жаңа жылға дейін хабар түсіп жатқан жоқ, олар қойып жатқан жоқ. Жаңа жылдан кейін бола жатар. Бізде көрсеткіміз келеді ол спектакльді. Өзге әріптестерімізге нені көрсеткіміз келеді? Режиссердің айтар ойы, спектакльдің концепциясы, оны талдағаны ұнайды да. Сонысын көрсеткіміз келеді. Біреулер енді сол Әлбектің қойған спектакльдерінен саясат іздегісі келеді да. Енді бізде Дон Кихотта сондайды іздеп көріп, саясат жоқ па деп, тіпті алдыңғы басшылықтар күдіктенген жайлары бар. Уже саясат іздейді ештеңе жоқ. Ол Дон Кихот өзі махаббат іздеді, әділдік іздеді. Бұрынғы рыцарлардың, жаһангерлердің кезіндегі
адамдар бір-бірін олай жақсы көрмейді. Бұрынғы әділдік, бұрынғы мейірімділік, махаббат соны көрсеткісі келеді. Бірақ енді әр көрермен өзінің ішінен өзіне керегін оқып алады ғой. Біреулер ішінен басқа біреу тауып алады, бұлай екен ғой деп. Шын мәнінде ол режиссермен біздің айтатын ойымыз мүлде бөлек. Триптихте сондай. Осы жолы Орта Азия фестиваліне апардық Дон Кихотты. Енді шыны керек, Алматыға Дон Кихоттан бұрын Дон Кихоттың аты жетті. Шынымен біткеннен кейінде жалпы көрерменнің ойына, өзіміздің басқа театрларда жүрген әріптестеріміздің санасына кәдімгідей төңкеріс болды. Оны сездік, оны өздері де спектакль біте салып, сансырап қалғандарын түрлерін. Одан кейін біткеннен кейінгі пікірлері, біз не істеп жүргеніміз осы уақытқа дейін. Міне ғой біздің істейін деп жүргеніміз деген сияқты. Міне ғой осылай ойнау керек қой деген сияқты. Бас жүлде иегерсіңдер ғой деп алдын ала беріп тастаған әріптестеріміз болды. Неге алмадыңыздар? Біздің құрметті Әділ Қазылар алқасына қойдық. Асанәлі ағамыз бастаған. Бәрімізге орынды бөліп тапсырып шыққаннан кейін де, қол шапалақтың өзі шыққаннан кейін де әділетсіздіктің бұл басы және бірінші рет емес екеніне де көзіміз жетті. Әлме басқа әріптестерімізді түсіргендік емес. Дегенмен де сол фестивальдағы қатысқан спектакльдердің деңгейіне алып қарағанда әрине шоқтығы биік Дон Кихот екені айдан анық көрініп тұрды. Мен Дон Кихот үшін барлығында жасауға дайынмын. Бізде фестивальдерді өткізу дәстүрі, тенденциясы қай деңгейде қазір? Жаңару жоқ та. Бұрынғы баяғы Байғожаның таяғымен келе жатқан сияқты. Өтірік мақтау. Біріншіден. Екіншіден, бүкіл сыншыларға жала жаппаймын. Кейбір сыншыларымыз бар. Мазмұнын айтып береді спектакльдің. Ол басқаша айтқанша, бірақ мен былай түсіндім деп талдамайды спектакльді. Әркімнің көңілін қалдырмау деген тағы бар. Бәріне анау Қызылордадан келді ғой деп бірдеңе ұстата салу, Оралдан келді ғой деп бірдеңе ұстата салу, әркімге болар болмас бір жылт еткен үшін үлестіре береді да бүкіл сыйлықты. Сосын қай жерде өткізсе, сол жерде алып қалу деген. Өткенде Бекжан ағамыз да қарсы пікір білдірді ғой, бізде осы Шолпан Жалдарбекова атындағы фестиваль ұйымдастырып едік, Алтайдан ауған елді қатыстырып едік. Алтайдан ауған елге берді және шағындық шешім үшін ба бірдеңе деп жаңағы Гроза спектакліне берді. Екеуі де енді астаналық алып тұрған. Мүмкін соны айттым, әлде бізді Қалибек Грозаға берсін ойы сол болды ғой деймін. Неге Грозаға бермей, Найзағайға бермей, неге Қуанышбаев театр қоса алды. Сол сияқты Алматы ұйымдастырды, Алматы өздері алып қалды. Қарағанды ұйымдастырды, бізде сол бар әлі. Галина Пенованы шақырдыңыздар ғой. Мен Артишоктағы спектакльдерін көрдім ол кісінің. Екі театрдағы спектакльдердің деңгейі екі түрлі болды. Төмендеу болып қалды ғой бізге, демек. Солай деуге де болады. Өйткені драматургия жоқ қой жерде, пьеса жоқ. Сұхбаттардан алып жинай салды. Және де мен өзіне де айттым, Галинаның бір сарында кетіп қалғанбыз. Бәріміз сол базар, таксист деген сияқты негативке кетіп қалған сияқты. Астанадан жетістікке жеткен қаншама адамдар бар. Менің сұрағым келген ол театр режиссерді аша алмады ма, әлде режиссер театрды аша алмады ма, актерлерді аша алмады ма? Соны түсінбей қалдым да. Өйткені басқа актерлермен басқаша жұмыс шықты. Ешкімнен кінә іздей алмайсыз, сондай жұмыс болды өзі. Актерларымыз тамаша тырысып ойнап жүр. Режиссер бір нәрсе қойған сияқты. Бірақ бір шашаңқы бір дүние шықты әйтеуір. Жақсы шықса актерлар жақсы, жаман шықса режиссер өткен жоқ. Рас ойын дұрыс іске асырамаған шығар мүмкін. Сұхбатыңызға көп рахмет, уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет. Аман болыңыз. Өздеріңізге де рахмет. Әсіресе Назерке, өзіңе рахмет. Мына сенің бағдарламаңа рахмет. Театрда жолығайық. Театрда жолығайық. Құрметті көрермен, бұл персона арт бағдарламасы амандықта жүздескенше.